Люголь ерітіндісі йодтың су ерітіндісі. Ол антисептикалық қасиеттерімен танымал. Бұл дәріні медицинада, ветеринарияда және фармацевтикада кеңінен қолданады. Оның негізгі белсенді ингредиенті молекулалық йод. Ол бактерияларға, вирустарға және саңырауқұлақтарға қарсы тиімді. Люголь ерітіндісінің құрамы. Йод негізгі белсенді компоненті, антисептикалық әсер береді. Калий йодиді. Йодтың суда жақсы еруіне көмектеседі және тазартылған су еріткіш ретінде қолданылады. Кейбір жағдайда ерітіндінің құрамына глицерин қосылады. Бұл препаратты жұмсартады. Люголь ерітіндісінің пайдасы. Бірінші, антисептикалық әсер. Люголь тері мен шырышты қабықтағы инфекцияларды емдеу үшін қолданылады. Ол бактерияларды, вирустарды және саңырауқұлақтарды жояды. Ауыз жұтқыншақ ауруларын емдеу. Тамақ ауруы, тонзиллит, фарингит кезінде қолданылады. Ол қабынуды азайтып, бактерияларды жояды. Тері жараларын емдеу. Люголь сонымен қатар ашық жараларды, күйіктерді және сызаттарды инфекциядан қорғау үшін қолданылады. Йод тапшылығын толықтыру. Йодтың жетіспеушілігі кезінде люголь ерітіндісін ішуге ұсынылуы мүмкін, тек дәрігердің бақылауымен ғана. Саңырауқұлақ инфекцияларын емдеу. Терідегі немесе шырышты қабықтағы саңырауқұлақ инфекцияларын емдеу үшін қолданылады. Люголь ерітіндісін қалай қолданады? Бірінші, сыртқы қолдану. Зақымданған теріге немесе жараларға мақта тампонымен жағыңыз. Бұл инфекцияның алдын алуға көмектеседі. Екінші, ауыз қуысына қолдану. Тамақ ауруы, ангина кезінде мақта таяқшасын люголь ерітіндісіне малып, жұтқыншақ қабырғасына жағыңыз. Үшінші, тамақты шаю. Люгольдің бірнеше тамшысын жылы суға қосып, дайын ерітіндімен тамақты шайыңыз. Бұл әдіс қабынуды басады. Төртінші, ішке қабылдау. Йод тапшылығы немесе эндемиялық зоб кезінде дәрігердің нұсқауымен қолданылады. Люголь ерітіндісінің сонымен қатар зиянын да ескеріп жүріңіз. Бірінші, йодқа деген аллергия. Кей адамдарда йодқа аллергия болуы мүмкін. Бұл теріде қышу, ісіну немесе бөртпе түрінде көрінеді. Артық мөлшерде қолдану қаупі. Люгольді шамадан тыс қолдану йодтың ағзаға артық жиналуына әкелуі мүмкін. Бұл қалқанша бездің жұмысына кері әсер етеді. Тітіркену. Шырышты қабықтарға қолданғанда күйдіру немесе тітіркену сезімі пайда болуы мүмкін. Балаларға сақтықпен қолдану. Балалардың терісі мен шырышты қабығы өте сезімтал. Сондықтан ерітіндіні қолданар алдында дәрігерден кеңес алу керек. Люголь ерітіндісін қалай сақтаймыз? Препаратты қараңғы және салқын жерде сақтау керек. Балалардың қол жетпейтін жерде болуын қадағалаңыз. Қолдану мерзімі өткен-өтпегендігін міндетті түрде қарап алыңыздар. Енді қорытындылай келсек, люголь ерітіндісі антисептикалық әсері жоғары, кеңінен қолданылатын тиімді препарат. Ол бактерияларға, вирустарға және саңырауқұлақтарға қарсы әсер етіп, көптеген аурулардың алдын алуға және емдеуге көмектеседі. Алайда оны дұрыс және дәрігердің нұсқауымен қолдану маңызды. Сақтық шараларын ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз басты орында. Ал сіз люголь ерітіндісін қолданып көрдіңіз бе? Төменде өз пікіріңізді жаза кетіңіз.